Қызым, бүгін мен саған кемпір қосақ достар деген ертегі оқып берейін, иә? Ертеде аспанда 3 дос өмір сүрді. Қандай достар өмір сүрген екен? Қоян, жаңбыр, күн. Олар күні бойы бірдеңе жасаумен болды. Бірақ кейде оларға бәрі бірдей болып көрінді. Жел ағаштардың жапырақтарын тербетеді. Фу деп ызыңдады ол. Мен үнемі бір нәрсені қозғаймын. Басқа не істеуге болады? Жаңбыр жерді суарады. Там деп күбірледі ол. Мен үнемі су құям, бірақ бірдеңе жетіспейтін сияқты дейді. Бір күні жел және жаңбыр кездесті. Жаңа бірдеңе жасап көрейік пе деп жел ұсыныс жасады. Я, деді жаңбыр, бізге күн көмектесе алады. Осылайша олар күнді көмекке шақырды. Күн қандай еді? Ол Сары, иә? Сары және мейірімді, басында аздап күлді. Мен тек жол талам, қайдағы жаңалық, деді ол. Бірақ күн достарының көңілді көздерін көргенде, жарайды, жасап көрейік, деді. Үшеуі қостасып, күш біріктірді. Жел жаңбырға өте жұмсақ дем берді. Жаңбырдың тамшылары әуеде ұшып қонып, билей бастады. Содан кейін күн тамшылар арқылы жарқырады. Ол өзінің ең жарқын, ең жылы сәулелерін жібереді. Вау! Аспанда 7 түрлі түсті керемет көпір пайда болды. Бұл не бұл? Бұл не бұл? Ненің суреті? Кемпір қосақ, иә? Яғни 7 түрлі түсті кемпір қосақ пайда болған екен осылайша.